Hello students. Біз бүгінгі сабақта ағылшын тілінің алфавитімен және әріптердің оқылу ережесімен танысамыз. Міндетті түрде мына сабақты бірнеше рет қараймыз. Сол кезде біз оқуды жылдам үйренеміз. Ағылшын тілде жалпы 26 әріп бар. Оның 6-ы дауысты әріп. 6 әріпті көріп отырмыз. Міне, A әрпі байқағандарыңыздай мында міне A, E, I, O, U, Y. Осы 6-ы бізде дауысты әріптер. Әріптердің дыбысталуын мен жіберемін, сол жерден оқимыз. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ең алдымен әрпінің оқылуымен таныс болайық. Әрпі бізде екі түрлі жолмен оқылады. Ол бізде A және Ә деп оқылады. Енді назар аударайық. Қандай жағдайда осы A болып оқылады? Яғни, егерде егерде сөз дауысты әріпке аяқталатын болса, міне, онда ол бізде ашық буын деп аталады, және біз о сөзді A деп оқимыз. Мысалы, name, Kate, plane. Қайталаймын. Егер сөз дауысты әріпке аяқталып, ашық буында тұрса, біз оны A деп оқимыз. Келесі. Егер сөз дауыссыз әріпке аяқталатын болса, онда біз оны Ә деп оқимыз. Мысалы, міне, дауыссызға аяқталып тұр, сол себепті Ә деп оқимыз. And, can, sang. Окей, next. B әрпі бізде жалғыз Б деген ғана дыбысты береді. B әрпі Б дыбысын береді. Қайталайық. Б, Б, Б. Б, bed, Б, bake, Б, big. Next. Келесі. Ой, sorry. Oh my God. Келесі. С әрпі бізде екі түрлі дыбыс береді. Яғни ол бізде С және К дыбысын береді. Егерде, міне қарайық. Егер осы I, I, Y әрпінің алдында осы С әрпі тұратын болса, мына ережедегідей, онда біз оны С деп оқимыз. Міне, С әрпінің артында бізде I тұр, келесі мұнда I тұр, я? Nice city. Ал қалған кез келген жағдайда біз оны К деп оқи береміз. К, cat, К, clever. Түсінікті болу үшін бұданы мен қайтадан түсіндірейін. Яғни, егерде осы С әрпінен кейін бұна үш әріпті көретін болсақ, онда ол С деп оқылады. Келесі бізде D әрпі бізге Д деген дыбысты береді. Д, dog, Д, dad, Д, bed. Келесі I әрпі бізде тура осындай ереже. Яғни, егер сөз дауысты әріпке аяқталатын болса, біз оны I деп оқимыз. Pete, we. Келесі, егер сөз дауыссыз әріптен аяқталса, немесе дауыссыздың ортасында тұрса, Ә деп оқимыз. Egg, pet. Ал егер осы біздің мынау I әрпі сөздің соңында келсе, ол оқылмайды. Cake, ice. Келесі бізде F әрпі F дыбысын береді. F, flag, F, fox. Одан кейінгі келесі әріп ол бізде G әрпі G және Ж
дыбыстарын береді. Яғни, егер тағы да C әрпіндегідей ереже, егер осы G әрпі бұнау әріптердің алдында болса, онда Ж деп оқимыз. Orange. Басқа жағдайда Г болып оқыла береді. Glass, goodbye. Келесі бізде H әрпі Х дыбысын береді. Hello, hat. Next. Бізде I әрпі тағы да екі дыбысты береді. I және I. I. Егер сөз дауысты әріпке аяқталатын болса, I деп оқылады. Егер дауыссыз әріпке аяқталса, I деп оқылады. Find, like, time. Ink, pick, milk. Next бізде J әрпі бізде Ж болып оқылады. Яғни Jack, jump, Jane. Next K әрпі бізге К деген дыбысты береді. Яғни К kitchen and kite. Next L әрпі бізде Л дыбысын береді. Lamp, lake, like. Келесі М әрпі бізде М дыбысын береді. Mouse, bike, buy. N әрпі Н дыбысын береді. Nest, nine, name. Келесі бізде О әрпі бізде екі түрлі жолмен жасалады. Міне тағы да егер сөз дауысты әріпке аяқталса, О болып оқылады. Home, nose. Егер ол екі дауыссыздың ортасында немесе сөз дауыссызға аяқталса, онда ол бізде О болып оқылады. Box, dog. Келесі P әрпі қазақша Р әрпіне ұқсайды. P әрпі бізге П дыбысын береді. П, pin, pen, pencil. Келесі Q әрпі міне queen, quite. Queen, quite. К дыбысын береді. Келесі R әрпі көбінесе Р деген дыбысты береді. Бұның да өзі 4 ережесі бар оқылатын, бірақ ең оңайы осы Р деп оқылады. Р, rabbit, rose and tree. Next S әрпі бізде бұнда көріп отырғандай екі түрлі жолмен жасалады. Яғни S әрпі сөздің басында болса, ол бізде С деп оқылады. Міне, бұнда қарайық. Бұнда сөздің басында тұр. Ол онда бізде С болып оқылады. Snake, sad, sing. Екінші ереже, егер S әрпі дауыссыздардың алдында тұрса, тағы да С болып оқылады. Енді егер S әрпі сөздің соңында кездессе, З деп оқимыз. Boys. Және екі дауыстының арасында тұрса, З деп оқимыз. Please, boys, nose. Келесі T әрпі, ол бізде Т деп оқыла береді. Т, tree, ten, time. Next, U әрпі, дауысты U әрпі бізде U және А деп оқылады. Егер сөз дауысты әріпке аяқталып ашық буын болса, U болып оқылады. Tube, July. Енді келесі екі дауыссыздың ортасында немесе сөз дауыссызға аяқталса, А болып оқылады. Mom, bus. Келесі V әрпі бізде вагон сөзден келетін В әрпіне сияқты дыбысты береді. В, vest, very, cave. Келесі W әрпі бізде U. Window, well, we. U сияқты дыбысты береді. Well, we. X әрпі бізде X дыбысын береді, яғни box, six. Келесі Y дауысты әрпі бізде екі түрлі жолмен оқылады. Яғни егер сөз дауысты әріпке аяқталса, I болып оқылады. Fly, my. Егер сөз дауыссыз, сөз Y әрпі сөздің соңында кездессе, ол бізде I болып оқылады. Яғни happy family. Next,
ең соңғы дауыссыз әріп Z әрпі. Z әрпі естіліп тұрғандай Z дыбысын береді. Zip and zoo. Goodbye, students.